Шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Саған ұру ерекше мейірді Алланың атымен бастаймын. Ән-Ниса сүресі қазақша, арабша Құран хатым оқу. Уа иман келтіргендер, мас немесе ұйқылы ояу кездеріңде өздеріңнің не айтып тұрғандарыңды білетіндей естеріңді жиғанға дейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жолаушылықты есепке алмағанда, бой дәреттің бұзылғанда, толық жуынғанға дейін намазға жақындамаңдар. Ал егер науқас немесе жолаушы болсаңдар, яки үлкен дәретке отырып келгенде не болмаса әйелмен төсек қатынасына түскеннен кейін жуынатын су таба алмасаңдар, таза жерге таямым соғып, яғни алақандарыңды таза топыраққа соғып, онымен беттеріңді және қолдарыңды сипаңдар. Шүбәсіз Алла Афу, құлдарына әрдайым кеңшілік әрі жеңілдік жасаушы, һәм ғафур, құлдарына қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Енді арабшасын оқып қояйық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Кітаптан өздеріңе жеткілікті үлес тигендерді, яғни илахи кітапты оқу арқылы хақ іліммен сусындап біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе? Әрдайым тура жолды бұлай қойып адасушылықты сатып алып жүргендері жетпегендей, сендердің де тура жолдан тайып адасқандарыңды қалайды. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Алла дұшпандарыңды өте жақсы біледі. Ендеше сендерге жанашыр, қамқор дос әрі медеткер ретінде бір Алла жеткілікті. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Яһудилердің арасында сөздің мағынасы мен қалыбын өзгертіп, кей сөздерді әдейі бұрмалап айтатындар бар. Олар естідік әрі мойынсұндық деп айтатын жерде естідік және бағынудан бас тарттық, бізге құлақ асыңыз деп айтқан сияқтанып, бізді тыңда, сөз тыңдамағыр және бізге де көңіл бөлесің бе, немесе әй біздің бақташы, бізге бас көз бол деген мағынаны да білдіретін екі ұшты сөзді қолданып, іштерінен екінші мағынаны меңзеп, рағина деп айтады. Олар бұл сөздерді дінге тіл тигізіп, мазақтау пиғылымен әдейі бұрмалап айтады. Егер олар керісінше естідік әрі мойынсұндық, бізге құлақ асыңыз және бізге де көңіл бөлесіз бе деп айтса, өздері үшін әлде қайда жақсы һәм дұрыс болар еді. Алайда күпірлікте қасарысқандықтан Алла оларды рақымынан аластап лағынеттеді. Сондықтан олардың аз ғана бөлігін қоспағанда басым көпшілігі иман келтірмейді, немесе тиіп қашты түрде ғана иман келтіреді. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعننا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
Әй кітап иелері, бір қатар жүздерді қас, көз, мұрын және ауыздан жұрдай етіп, теп-тегіс қылып жіберместен, немесе сенбі күннің қасиеттілігін құрметтемегендерді маймылға айналдырып, лағнеттегеніміздей оларды да рақымымыздан алыстап, адам кейпінен айырмай тұрғанымызда өздеріңдегі Тәуратты, яғни әу бастағы бұрмаланбаған күйін растаушы ретінде түсіндіргенімізге, яғни Құранға иман келтіріңдер, Алланың әмірі міндетті түрде орындалады. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді, ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық жала жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Өздерін күнәдан ада, жүректерін пәк санайтындар да, яғни бір Алланың ең жақын достары әрі сүйікті, біз санаулы күндерден басқа азап шекпейміз дейтіндерді көрдің бе? Жоқ, Алла құлдарының жүрегін һәм істерін бәрінен де жақсы біледі. Қалаған күнәдан ада, пәк етеді және ешкімге титтей де әділетсіздік жасалмайды. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Қарашы, Алланың атымен қалай өтірік айтып жала жабуда, осының өзі анық күнә ретінде оларға жеткілікті. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Кітаптан өздеріне жеткілікті үлес тигендерді, яғни илахи кітапты оқу арқылы хақ іліммен сусындап, біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе? Олар жалған құдайларға және тағутқа, шайтанға немесе хақ дінге қарсы жалған діндер, теріс жолдар немесе жүйелер ойлап тауып, ел жұртты соған түсіруге мәжбүрлейтін зұлым күштерге иман келтіреді. Һәм мұнымен қоймай кәпірлер жайлы, бұлар мұсылмандарға қарағанда тура жолды ұстанады деп айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Міне солар Алланың рақымынан аласталып, лағнетіне ұшырағандар. Алла кімді рақымнан аластап, лағнеттесе, оған қол ұшын беріп, азаптан құтқаратын ешкімді де таба алмайсың. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Улаика аллазина ла'анахумуллах ва ман ял'аниллаху фалан таджида лаху насира. Әлде олардың жер мен көктің бар байлығы мен билігінен алар үлесі бар ма? Олай болған күнде олар сараңдықтан адамдарға түк те бермейді.
Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Әлде олар Алланың шексіз шарапаты мен пенделеріне Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам және оның қауымына берген нығметтерін қызғана ма? Иә, біз кезінде Ибрахим әулетіне де кітап пен хикмет бердік, сондай-ақ оларға мол байлық пен зор билік нәсіп еттік. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Олардан бір бөлігі оған Ибрахимге иман келтірді. Енді бір бөлігі болса, одан сырт айналып ел жұрттың оған иман келтіруіне кедергі жасауда. Ондайларға сазайларын беру үшін жаһаннамның жалын атқан оты әбден жеткілікті. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Міне осылайша аяттарымызды мойындамай күпірлік қылғандарды күндердің күнде қуатты бұл дүниедегі от атаулыдан әлде қайда күшті алапат отқа тастаймыз. Сол жерде олар үздіксіз азап тарту үшін терісі әбден күйіп, шыжғырылған сайын орнына жаңа тері қаптап отырамыз. Шүбәсіз Алла азиз, ұлы, бәрінен үстем, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ал иман келтіріп өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарды, ішінде мәңгі бақи қалып бақытты өмір сүретін, жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземіз. Жұмақта олар үшін пәк жұбайлар бар, сондай-ақ оларды жұмақтың әсте түгесілмейтін нығметтерге толы болған жанға жайлы самаладай көлеңкесінде саялатамыз. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Sadaqallahul azim 57. ayеттің соңы.